Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен бір жасағаннан жұмсақ, нәзік болып шығатын құймақтар дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен 3 жұмыртқамызға 3 ас қасық қант, жарты шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Массамыздың үстіне 1 кесе ұн, 1 кесе сүт, 1 кесе қайнаған су құйып, жақсылап араластырып аламыз. Сұйық массамыз біркелкі болғанша. Соңында 3 ас қасық сұйық май қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Табамызға май жағып, видеодағыдай бір ожаудан құйып, пісіріп шығамыз. Екі беті қызарғанша. Бұл блинидан торт, немесе блинидің өзіне сгущенкаға қаймақ қосып жеуге болады. Сіздермен болған мен Ақнұр. Ас болсын.